Әрбіреуіміз осы өмірге келместен бұрын өзіміздің тағдырымызды өзіміз таңдадық. Бұл өмірде кездесетін маңызды жағдайларды өзіміз ойластырып, соған келістік. Содан кейін осы бір денеге, осы бір ыдысқа жан болып кірдік. Өсе келе, енді 2-3 жасымыздан кейін біз сол бағанағы өзіміздің өмірмен жасаған келісім шартымызды есімізде сақтадық та, есімізде болды ол. 3 жастан кейін ұмыта бастадық. Бұл енді қазір сіздерге бір ертегі құсап тұрған шығар. Мен мына саналы түрде осы рухани даму жолым. Әрине біз жан болғаннан кейін біз мәңгі өмір сүреміз. Біздің рухани жолымыз жалпы жан болып жаратылғаннан бері басталды, оның шегі жоқ. Бірақ енді жалпы осы Артур Зинулин келпінде, осы бір ер адам келпінде 37 жыл өмір сүрген әзірге адам ретінде саналы түрде соңғы 2-3 жылда мен бұл өмірді терең зерттеп, сол өмірдің сырларын, түйіндерін желәп шеше бастадым. Және осы соңғы 2-3 жылда күн сайын деуге болады, мен даму үстінде болдым. Және күн сайын осы кеңістіктен, осы өмірден өзімнің жолыма деген бір көмектерді, бір белгілерді алып отырдым. Және осы кеңістікпен сөйлесуді үйрене бастадым. Бұл кеңістік сондай бір біздің ой қиялымызға, ниетімізге байланысты құрастырылып отыратынына мен көзім жетті. Осы кеңістікке ойымызбен, жалпы өзіміздің энергиямызбен әсер ете алатынымызға және өзімізге лайықты қылып өзгерте алатынымызға мен көзім жетіп жатыр. Маңызды бір нәрсе айтып жатқанда осылай кедергі келтіреді, ол үлкен бір жақсы белгі негізінде. Енді мен мысалы осы қарыз мәселесі бойынша мына YouTube'ға алғаш шықтым, 77 миллион теңге қарызым бар деп. Енді қазір санап отырсам, бүгін қаңтардың 28-і 2024 жыл, мен сол 77 миллион теңге қарызым бар деп, былтырғы жылдың 23 жылдың тамызында шықтым YouTube'ға. Қазір бүгін сол 28 қаңтар күні санап отырсам, міне осындай қарызым бар екен. Енді округленно, яғни кішкене артығымен бір қосатын болсақ, бір 50 миллионның айналасындай қалған екен. Енді ойларсыздар, осы 2-3 айдың ішінде осындай бір 20 миллионнан астам қарызды қалай жапты деп, қайдан тапты деп. Шындығы керек, өзім сол ойланып отырмын. Бір мистика, бір қарапайым бағанағы санаға сенімсіз нәрселер көп болған екен осы тамыз айынан бастап. Мен қарапайым Артур болғанда, яғни осы рухани жолына терең үңілмегенде, осындай бір аз уақыттың ішінде осыншама қарызды жабуға мен оған сенбес едім, мен жаба аламын деп. Және жаба алмас та едім. Себебі адамда қорқыныш көп болғанда, ол қорқынышты туындатады. Ал сен кез келген проблеманы, кез келген өміріңдегі бір қиын, сонда шешілмейтін деген жағдайда, не үшін осы проблема, не үшін осы жағдай менің өмірімде болып жатыр деген түйінді шешсең, кеңістік саған көмектесе бастайды. Бұл кеңістік Құдай жаратқан иеміз бізді қинағысы келмейді, бізге керісінше көмектескісі келеді әрдайым. Әрдайым көмектесіп отырады, белгі беріп отырады. Бірақ біз ұйқыл санада жүргенде бұл көмекті, бұл белгілерді біз байқамаймыз. Ал санамыз ояна бастағанда, бағанағы
жертва емес, яғни құрбан емес, ой құдайым мынау не үшін не болып кетті анау мынау деген емес. Так, бұл менің өмірімде не үшін болып жатыр? Кеңістік, өмір, құдай маған осы бір жағдайлармен не айтқысы келіп тұр дегенде, сонда ғана механизм, өмірдің механизмі сіздің сол жағдайыңызды шешуге жұмыстана бастайды. Сол сияқты осы 27 миллиондай қарызым, көбіне айттым, мына компанияларының жалпы менің соларға қатысты болды. Детальдарын қазір айтпай қояйын, мүмкін болашақ бір видеоларымда айта жатармын. Барлығы біротала шешілгесін айта жатармын. Қызықты бір жағдайлармен шешіліп жатыр әлі күнге шейін. Шешіле берсін әрі қарай. Соған тілектеспін. Сондай бір кейбір адамдар қарыздарын өздерімен өздері кешіріп жатты. Артур, аман бол, саған жақсылық тілеймін деп бағана, осындай маған қарызсың ғой, кешірдім деп бағана. Кейбір нәрселер басқа бір жолмен, заңды жолмен шешіліп жатыр. Әлі де бола берсін солай. Лайым солай бола берсін. Сіздерге де соны тілеймін. Өмірге өзіңізді сеніп тапсырыңыз, рухани ояныңыз, санаңызды оятыңыз. Қорқыныштардан өзіңізді босатыңыз, әртүрлі догмалардан өзіңізді босатыңыз. Бұл өмір махаббатқа толы. Егер сіз өміріңізде, мысалы, қарыз мәселесі болсын, қарым-қатынас мәселесі болсын, денсаулық мәселесі болсын, шешілмейтін бір жағдайларда өмір сүріп жатсаңыз қазір, енді бұл жағдайларды шешетін әртүрлі техникалар да бар, дұрыс па? Аффирмация жағы, басқа да жағы өте көп қой енді. Мына жазу жағы деген сияқты. Бірақ сол техникалардың техникасы ең бір құдіреттісі ол рахмет, алғыс айту. Шын жүрегіңмен, мына жүрегіңде алғыс, осы әлемге деген алғысты толтыру. Бірінші жүрегіңе толтыру. Сосын жалпы бұл айнала, бұл кеңістік, өзіңнің өміріңдегі адамдар, тұрып жатырған жерің, киімдерің, ол ішіңнің, ішкі дүниеңнің жалғасы. Егер айналаңдағы адамдар онша емес болса, сенің ішің онша емес. Сол адамдар сенің ішкі жан дүниеңе айна болып тұр. Тұрып жатырған жерің, мініп жүрген көлігің ұнамаса, өзің ішіңнен тараған нәрсе бұның барлығы. Сондықтан ішімізге, яғни жан дүниемізге, жүрегіміздің ішіне үңілуіміз керек. Сондықтан рахмет айтыңыз, алғыс айтыңыз бұл әлемге, бұл өмірге. Егер шын жүрегіңізбен алғыс айтуға мүмкіндігіңіз болмаса, мен не деп алғыс айтамын? Қарызға батып жатырмын, денсаулығым жетпейді, тағысын тағы. Жанып тұрған, жарқырап тұрған күнге алғыс айтыңызшы. Сіз көріп тұрсыз ғой, ол күннің жарығын, күннің жарығы арқылы, күннің жылуы арқылы сізге күн қызмет қылып тұр ғой, тоқтамастан. Күнге қызмет айтыңыз. Демалып тұрған ауаға алғыс айтыңыз деген. Демалып тұрған ауаңызға алғыс айтыңыз. Денеңізге алғыс айтыңыз. Жүрегіңізге соғып тұрған алғыс айтыңыз. Жұлдыздарға алғыс айтыңыз. Әп-әсем болып тұрған айға алғыс айтыңыз. Аспанға алғыс айтыңыз. Бұлттарға алғыс айтыңыз. Иттерге алғыс айтыңыз. Көп алғыс айтатын нәрсе. Өте көп. Осы мені көріп тұрған телефоныңызға алғыс айтыңыз. Ол да жанды нәрсе. Осы YouTube, TikTok'ты жасап шығарған адамдарға алғыс айтыңыз. Көп қой енді, мысал келтіре берсек. Сондықтан осы менің өмірімде болып жатырған жағдайлар, осы шын жүрегіммен бұл әлемге менің махаббатымды бергеннің арқасында. Маған әлем бірнеше бәлең есе етіп қайтарып жатыр. Осы видеоның тақырыбына орай, мүмкін менен бір практикалық, жүйелі кеңес күткен шығарсыз, табысыңыздың 20%-ын анда жіберіңіз, 50%-ын өзіңізге алыңыз, 10%-ын әлемге төлеңіз деген сияқты. Ондай да жүйелер бар. Мен ол жүйені кезінде 25 жасымда ең бірінші рет бағана 20 миллион теңге қарызға кіргенімде қолдандым. Оның үстіне
бұл кеңістікпен арпалысты қостым. Ана жобаны алып кету, мына адамдармен келісіп әйтеуір бір ақшалы болып қалу, оның үстіне өтірік қосу деген сияқты. Яғни бұндай система, бұндай жүйе әрине жұмыс жасайды, бірақ артынан бұл әлемде баланс заңы деген бар. Баланс заңын сіз бұзғаннан кейін қайтып келіп өзіңізге басқа бір жағынан соғады. Мына енді осы қазіргі бүгінгі күнгі қарыздарым туралы мына сізге көрсеттім ғой. Осы қағазда байқаған шығарсыз, мына оң жағында алғысым тұр. Яғни мен осы адамдарға соншалықты алғыстымын. Маған бағана қарыз берген, маған бір сенген адамдарға, олардың өміріне мен әрдайым бақыт, байлық, ұзақ өмір тілеймін. Бұл да бір өте керемет нәрсе. Мен шынайы, шын жүрегімнен солай тілеймін. Сондықтан бұл адамдарда менен бұл махаббатты, менен бұл сезімді әрине сезеді. Себебі бұл әлем, бұл кеңістік, ол шексіз, бәріміз бір-бірімізбен әрдайым байланыстамыз. Сондықтан әрине жүйе керек бұл өмірге, иә. Әрине өзіңізді бір дисциплинаға қоюыңыз керек. Бірақ бірінші мезетте әрдайым махаббат тұрады. Себебі махаббат сезімі кез келген проблеманы, кез келген мәселені ертіп жібереді. Ол сондай бір ертетін күш. Кез келген қасиетті кітаптарда Құдайдың махаббаты туралы жазылады. Яғни бұл әлем, этот мир соткан из любви дейді. Яғни бұл әлем, бұл матрица махаббаттан құралған. Әрбір молекуланың міне екінші рет осы видеомда мені бұрын былай көп мазаламайтын еді. Екінші рет осылай мазалап жатыр. Яғни бір маңызды нәрсе айтылып жатыр. Әр матрица махаббаттан тұрады. Әр молекула махаббаттан тұрады. Бұған мен көзім жетіп жатыр. Мен өзім сегіздікпін нумерология бойынша, яғни мен сондай бір материалист адамын негізінде. Осындай мендей материалист адам, осындай Құдайдың махаббатына сондай бөленіп жатырғанына мен өзім таңғаламын кейде. Сондықтан сіздер де көріңіз, менен бір тәжірибе алыңыз. Және осындай бір видеолар әрине сіздің өміріңізге бір көмектесуі мүмкін, бірақ консультация мысалы, ол бөлек нәрсе. Себебі консультацияда мен әр адамның өміріне, сол өмірлік жағдайларына терең үңілемін, және консультация ол бір эфирден ғана тұрмайды, ол бірнеше эфирден тұру керек. Себебі бірінші эфирде сіздің басыңызға толтырып бағана ақпаратты үйіп сызсам, сіздің үстіңізге тас түскендей болады. Сондықтан бірнеше эфирден мүмкін бір ай бойы бағана бір-бірімізбен жұмыс жасақ, сіздің өміріңізде үлкен жетістіктер орын ала бастайды. Және тағы да айтамын, менің консультациям әзірге ешқандай бір белгіленген құны жоқ. Яғни сіз өзіңіздің ризашылығыңызға байланысты маған кез келген қалаған сумманы төлеуіңізге болады, немесе төлемей рахмет алғысыңызды білдіруіңізге болады. Бақытты күндерде кездескенше.